Сәлем, бүгін сіздер су астында табылған қызықты заттарды көретін боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл видеоны польшалық дайверлер түсірген. Олар су астында ұшақты тапқан. Ұшақтың ішінде сүйекке айналған ұшқыштар да бар. Мына су астындағы компьютерді арнайы біреу қойып кеткен сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Лагуна Трук Жапонияның оңтүстік жағындағы Тынық мұхитында орналасқан. Бұл жерде Жапонияның көптеген әскери кемелері жатыр. Екінші дүниежүзілік соғыста Америкамен соғыстың нәтижесінде су астына кеткен. Бұл жерде көптеген қару-жарақтар мен адам сүйектерін кездестіруге болады. Ал мына бір видеода дайвер қорап тауып алады. Қорапта бір адамның аты жөні мен өлген жылы жазылған. Сонымен бұл адамның күлі болып шығады. Қылмыскерлер өз қылмысын жасыру мақсатында қару-жарақтарын суға тастайды. Ал мына бір жігіт магниттің көмегімен сол қарулардың бірін тауып алыпты. It's a gun. Just found this revolver in amongst this junk. I didn't even hear it with metal stuff up. I suppose this was probably like early 1900s by the looks of it. I don't really know for sure. We'll get it home, clean it up a little bit, and see if we can figure out what it is. Сіз терең суға телефоныңызды түсіріп алған кезіңіз болған ба? Ал мына жігіттер соларды табумен айналысатын сияқты. Біздің видеоларға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біз сіздерге бұдан да қызықты видеоларды ұсынатын боламыз.